Ертеде мынау Құлқұдық ауылының арқа тұсындағы бетегелі бестөбенің маңына арқадан бір орта шаруа көшіп келіпті. Арқа дегенде бұл географиялық арқа емес. Құлқұдық ауылының бетегелі бестөбенің арқа тұсы. Сол кісінің бой жеткен қызы болыпты. Қыздың бұрынғы ауылында көңіл жарастырған жігіті қалыпты. Қыз әкесінің қоныстанған жерінің жер су аттарын қосып, ауылының үстінен өткен керуендерден қат жолдайды екен. Ондағысы Құдай оңдап, қат жігіттің қолына тие қойса, мені іздеп келіп, сүйгеніме қосыламын ба, деген қыздың үміті екен. Қат бір емес бірнеше рет жазылыпты. Мінекей сол қат қыздың айналасындағы құрбылары ашық ауыз қыздардың кесірінен ел аузына тарап кетіп, осы өлең қат сол замандағы әнші жігіт Дайрабайдың қолына тиіп, қатта көрсетілген туған өлкенің жер су аттары болғандықтан, өлең қатқа Андағұл Балқы Дайрабай ән салып жатыр. Бұл әңгімені маған Қорғанбаев Қызтуған атам Тоқа Бердалдан естідім. Әніңе әрлеу әлқиса болады деп айтып берген еді. Андағұл Балқы Дайрабайдың әні бетегелі бестөбе. Бетегелі бестөбе, бек саңғара сеңдер тамбарар яйды. Сен есіме түскендің қайран жүрдің, кеудемде тайдай тулар арияйды. Бізден ауыл сұрасаң баяндағына, Аллаға аяндағың арияйды. Көлің келді көктерек, көлге ау біткен саяңдағың арияйды. Аңа